Айналайын аңғал қазағым, Қасым-Жомарт Тоқаев ДНР, ЛНРді мойындамағанын, Ресей депутаттары мен журналистерінің қазақ елін жамандағанына ескертуін экономикалық форумда Путин Владимирдің бетіне былш еткізіп айтты. Қараңыздар, біздің президент мықты деп сайраған жалдамалы блогерлерді, жағымпаз сорлыларды оқып, кімге сенерлеріңізді білмей отырған боларсыздар. Бұл саяси қойылым, алдын ала жоспарланған саяси тактика. Оны түсіну үшін келесі жағдайларға мән беру керек. Ресей Украинаға соғыс ашып, ақш пен Еуроодақ, Жапон, Аустралия және де басқа елдердің санкциясына ұшырап, экономикасы тығырыққа тірелді. Путинге Қазақстандағы айтқан екетпейтін Тоқаев билігін сақтау, бұл елге санкция салғызбау, осы ел арқылы басқа шет елдермен жасырын саудасын дамыту маңызды. Ал ДНР мен ЛНР мойындама одан ештеңе өзгермейді. Себебі ол жерлер тіпті Абхазия мен Солтүстік Осетия Ресей құрамына кіреді деп жоспарланған. Ал қаңтардағы Ресей мен Армения әскерлерін кіргізіп, қанды қырғынды жасаған үшін Тоқаев билігін қазақ кешірмей отыр. Азғана жағымпаз топ қанша мақтағанымен қазақтың 70-80% оған қарсы. Оны кешегі референдум толық дәлелдеді. Тіпті ол жағдай ашық көрініп тұр. Оның үстіне Тоқаев билігінің сауатсыз экономикалық қадамдары қымбатшылықты шарықтау шегіне жеткізді. Қазақтың ашуын Ресей билігі көзімен көрді. Енді көтерілсе оның марионеткасы қуылады. Ал орнына келген билікпен Ресей тек жауласады. Ол факт. Міне осы қауіп Ресей саясаткерлерін қатты ойландырып отыр. Егер Қазақстан Ресейден сырт айналса, ол Ресейдің толық құрғаны. Бұған жол бермеудің бір жолы ол Тоқаев билігін қалайда сақтап қалу. Міне, кешегі Петербургтағы саяси спектакль бірінші кезекте қазақтардың Тоқаевқа көзқарасын сәл де болса жақсартуға бағытталған. Меніңше бұл тактика өз жемісін берген сияқты. Істің байыбына бармай, аңғал қазағым шулап жатыр. Бірақ бұл алдану уақытша. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Ертеңі қазақ бұның саяси қойылым екенін түсінеді. Ал қаңтардағы қанды қырғын жүректе шер болып қатқан. Ол ұсақ түйекке еремейді. Ал қымбатшылық елдің есін тез жинайды. ақш пен Еуроодақ басшылары да ақымақ емес. Ресейдің Тоқаев арқылы Қазақстандағы экономикалық құрсаудан шығуға жасырын пайдаланып отырғанын сезіп отыр. Тіпті Қазақстанға да санкция салу жоспарлануда. Бұл Ресей үшін жаман. Сондықтан Тоқаев Путин ықпалында емес екенін көрсететін бір амал ойластыру керек болды. Міне осы саяси қойылымы үшін Тоқаев бұл форумға арнайы шақырылды. Тіпті қырғыз, тәжік, белорус, армян жағымпаздары да шақырылмады. Форумда Тоқаевқа Симоньян Сумпайы арнайы сұрақ қойды. Ал Путин арнайы ашуланған болып қызарды. Кемел жемеліш деп сасқан болды. Ал Тоқаев шалқайып отырып, жаттап алған сөздерін айтып берді. Бірақ бұл спектакльге басқан селсе де ақш басшысы Байден сенбес деп ойлаймын. Уақыт көрсетер, бірақ аз ғана уақытқа Қазақстанға санкция салу тоқтатылды. Міне ағайын, барлық жағдай осы. Аптықпай, асықпай ойланып саралаңыздар. Алаңғасарланып шаба бермей. Шымғат Байжановтың Facebook парақшасынан алынды.